Алла тағала исламда ерлер мен әйелдерге тек қана келісім, махаббат, бірін-бірі түсіне алатын жағдайда болған кезде ғана некелесіңдер деп бұйырған. Қасиетті аятта, егер бір әйел ерінің жируінен немесе бет бұруынан қорықса, өзара келісіп жарасуларында, татуласуларында екеуінде күнә жоқ. Сондай-ақ татуласу жақсы, нәпсілер қытымырлыққа бейім жаратылған. Егер ізгілікпен татулассаңдар, Алладан қорықсаңдар, негізінен Алла тағала не істегендеріңді толық біледі, деп айтылған Ниса сүресі 128 аят. Абу Хурайра жеткізген хадисте Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былай деп айтқан: иман тұрғысынан кәміл мүминдер, олар жоғары адамгершілікке ие болған көркем мінезді адамдар. Олар өз эмоцияларын, ашуларын бақылап, бағыттап отыратындар, жаманға жақсымен жауап бере алатындар. Сендердің ең жақсыларың әйелдерімен жақсы қарым-қатынаста болғандарың. Ер мен әйелдер арасында физиологиялық және психологиялық табиғи айырмашылықтар бар. Осы айырмашылықтар олардың атқаратын әлеуметтік рөлдеріне және тағы басқа жақтарына әсер етеді. Алла тағала оларды осылай жаратқан. Сондықтан ерлі-зайыптылар Алла тағала берген бір-бірлерінің құқықтарын сақтап, құрметтеулері керек. Бір-біріне деген міндеттерін дұрыс орындаулары қажет. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл дүние уақытша. Бұл уақытша өмірде алуға болатын нәрсе салиқалы әйел деген.